Медициналық университетте оқып жүріп шаршаған сияқты болып және де алып жатқан біліміңізге сенімсіз болатын болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дархан Академи. Міндетті түрде YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар, себебі сіздердің жазған комментарийларыңыз біздің каналға ерекше қолдау. Бүгінгі видеода мен сіздерге медик студенттердің жалпы медициналық университетте оқып жатқанда жасайтын 20 қателігін айтып беретін боламын. Және осы 20 қателікті егер де сіз жасамайтын болсаңыз, сізден жақсы дәрігер шығудың шансы өте жоғары болады. Себебі адамдардағы жетістіктері немесе жеткен жетістіктері успех деп айтсақ болады. Успех уникальный, барлығында ол әртүрлі, ошибки, они типичный деп айтады. Яғни барлық қателіктер олар көп студенттерде, көп адамдарда бірдей. Егер де дәл осы қателерді жасамайтын болсаңыз, сіздің жақсы дәрігер болу шансыңыз бағана айтқандай өте жоғары болады. Ал ендеше бастайық. Жалпы медициналық университетте студенттердің жасайтын қателері өте көп. Бірақтан ол қателерді біз мынандай екі топқа бөлсек болады. Глобальный, өте болашағына кесірлі, нашар әсер ететін қателер, және бір жағынан ол қателерді біз студенттердің оқуына немесе біліміне ондай қатты әсер етпейтін қателер деп бөліп қойсақ болады. Бүгінгі видеода айтатын біздің 20 қателер, олар медик студенттердің жасайтын глобальный қателері. Ондай қателерін мен бүгін өзім 20 штугын жинап келдім, және осы 20 штук қателіктерді сіздерге мүлде жасауға болмайды. Бастайық. Ең бірінші қателік. Зубрежка без понимания. Тақырыпты түсінбей просто так оқи беру. Просто так жаттап алу. Медициналық университетте, қараңыздар қыздар жігіттер, медициналық университет деген ол сіздерге алгебра немесе математика емес. Бұл жерде арнайы формула жоқ, бұл жерде арнайы константалар жоқ. Яғни бір формуланы жаттап, ол формуланы өмір бақи қолдана беремін деген нәрсе жоқ. Медициналық университетте әртүрлі жағдайлар болады. Ертең сіз дәрігер болған кезде сізге әртүрлі пациенттер келеді, әртүрлі жағдайлармен, әртүрлі кейстермен, даже олардың өмірлік жағдайлары әртүрлі болады. Оның барлығы сізге ананы жинап жатқан кезде керек болады деген секілді. Бұл жерде біздің түсіну керек основной нәрсе ол не? Бұл жерде біз түсіну керек основной нәрсе. Медик студент егер тақырыпты кітапқа қарап тек қана зубрить етіп оқи беретін болса, ертең ол клиникалық мышлениясы дамымай қалады. Клиникалық мышлениясы дамымай қалған студент тек қана кітаптың айналасында ойланады. Ал кітаптың айналасында ойланатын медик студент ол пациенттің дұрыстап өмір жағдайын сұрамауы мүмкін, дұрыстап оның басқаша өмірдегі бір әдеттерін сұрамауы мүмкін. Кейбір кезде элементарный просто пациенттен эпиданамны сұраймыз, немесе үйіңде қандай жануарды ұстайсың дегеннің өзі, ол өте үлкен диагностикалық маңызын алып келеді. Сол себептен кітапта оқығанға ғана шектеліп қалмай, ол білімнің барлығын өмірде қолданатындай етіп түсіну керек. Басты кезде клиникалық мышленияны дамыту керек. Клиникалық мышленияны дамытуға арналған біз арнайы мини-курс жасап қойдық. Ол видео осынан шығады. Сол видеоны толықтай көріп, қалай клиникалық мышленияны қалыптастыруды үйренсеңіздер болады. Екінші қателік, медик студенттер барлық нәрсені приоритетсіз оқи береді. Жалпы қараңыздар, бұл жерде бізде Паретто деген заңдылық бар. Паретто деген заңдылық қалай айтады? 20% сіздің жасаған әрекеттеріңіз, немесе усилие деп айтады, 20% сіздің жасаған әрекеттеріңіз 80% результатты береді деп айтады. Егер де мен бір тақырыпты оқитын болсам, сол тақырыптың ішіндегі 20% қана информация сіздің қалған 80% информацияны түсінуіңізге көмектеседі. Немесе былай айтайық, 100 беттік тақырыпты оқып жатсам, оның 20 ғана беті қалған 80 бетті түсінуге көмектеседі. Ал біздегі медик студенттердің жасайтын үлкен қателігі, олар барлығын приоритетке қарамай оқи береді. Бұл өте үлкен қате, қыздар жігіттер. Сабақтарда приоритетте дұрыстап қойып алу керек. Наупан деп ше. Себебі приоритетсіз ертең сіз басыңызда пациентті емдеуіңіз қиын болады, сонымен қатар өміріңізде керексіз, қажетсіз пәндер көбейіп кетеді. Сол үшін медициналық университетте оқыған кезде менде социология, философия деген пәндерге мен ондай қатты не қоймаймын, приоритет қоймаймын. Бұл пәндер керек, бұл пәндер адам ретінде дамуына өте керекті пәндер. Бірақтан мен оларды оқымаймын деп айтпаймын, 1 сағат, 1,5 сағат уақыт арнаймын, бірақтан приоритетті қоямын да, философияны немесе басқа пәнді оқып болғаннан кейін тағы да 2 сағат лучше медициналық білімді аламын. Вот солай. Сол себептен приоритеттерді қою керек. Себебі сіз ертең адамның өмірі сіздің өміріңіздегі ең күшті приоритетке айналады. Студенттердегі жасайтын ең үлкен үшінші қателік, ол жай ғана экзаменді немесе рубежканы тапсырып тастау, тақырыпты түсінбей просто так тапсырып тастау. Әйтеуір 20 билет точно келеді екен, ертең осы 20 билетті жаттап алып, тақырыпты тапсырып тастасам болды екен деген, ол өте үлкен қате. Ол өте үлкен қате, құрметті қыздар жігіттер. Сіздердің басты мақсаттарыңыз тақырыпты түсіну, оны просто так жаттап рубежканы тапсыру емес.
рубежка деген ол просто андай, рубежка экзамен деген ол просто аралық бір кішкентай ғана деталь. Ертең сен мына жерде пациенттің өмірі тұрған кезде. Рубежкада сен 50 алсаң, немесе құлап қалатын болсаң, сен пересдачаға, летаға қалып, әйтеуір бір тапсыруыңа болады. Бірақ сен мына жерде адамды өлтіріп қоятын болсаң, бүткіл соттың жүйесі дәрігерге қарсы жұмыс істейді. Сол себептен осы нәрсені түсіну керек, қыздар жігіттер. Бұл жерде де приоритет бағана көріп отырсыздар. Сол себептен қазірден бастап рубежканы просто тапсыра салайыншы емес, мен мына тақырып жақсылап түсініп алайыншы, жақсылап түсініп алып осы рубежканы тапсырайын деген сіздерде көзқарас болу керек. Бұл өте дұрыс көзқарас болып саналады. Егер де бұндай көзқарас болмайтын болса, сіздер өте қатты баршаңыз кезде қиналатын боласыздар. Вот солай. Бұл бізде үшінші қателік. Төртінші, медик студенттердің жасайтын өте үлкен қателігі сабақта отырып мұғалімге сұрақ қоюдан қорқу. Алдыңғы сабақтарда біз осындай не туралы айтқан болатынбыз? Кері байланыс туралы. Қараңыздар, қайттан бір айтып кетейік. Бізде машина мен кеме бар. Кемені айдап үйрену қиынырақ. Неге? Потому что сен оны оңға бұрсаң, кеме жай оңға бұрылады. Кері байланысы слабый. Машинаны сен оңға бұрсаң, ол бірден оңға тез бұрылады. Сол себептен машинаны айдап үйрену, кемені айдап үйренуге қарағанда оңайырақ. Енді қараңыздар, сабақта отырған кезде сіз мұғалімнен түсінбеген заттарыңызды сұрап отпасаңыз, кері байланыс болмай қалады. Сіз тақырыпты одан сайын түсінбей қаласыз. Сіз мұғалімнен бір затты сұрағаннан мұғалім сізді жек көріп кетпейді. Ол наоборот сізге сол тақырыпты түсіндіріп береді. Себебі сіздің бұл жердегі мақсатыңыз не? Сіздің бұл жердегі мақсатыңыз мұғалімнің алдында немесе группаластарыңыздың алдында өзіңізді максимально ақылды етіп көрсетіп қою емес. Ол сіздің болашақта жақсы дәрігер болу, болашақта қаншама адамдардың өмірін сақтап қалуға көмектесу. Бұл сіздің основной миссия болып табылады. Сол себептен осы нәрсені түсіну керек. И тағы да айтып кететін нәрсе, сұрау 1 минуттық ұят, сұрамау өмір бақи ұят, құрметті қыздар жігіттер. Кеттік. Бесінші студенттердің жасайтын үлкен қателігі конспекты ради галочки. Ол деген қалай? Студенттер просто конспекттерді болу үшін жазады. Кейбір кезде мен мынандай студенттерді көрдім. Мына мұғалім конспект тексереді екен, конспекті бар студенттер жақсы көреді екен дегеннен ақ студенттер конспект жазатын еді. Бұл да өте үлкен қате. Не себепті деп сұрайтын шығарсыздар? Себебі медик студенттің конспекті ол сол медик студенттің тілінде жазылған, былайша айтқан кезде өзінің кітабы. Сіз өзіңіздің конспектіңізді қараған кезде сіз ол конспектті түсіну керексіз. Ал қазір көп медик студенттердің жасайтын қателігі қандай? Просто алады да кітапты түйдө көшіреді. Ол конспект емес, ол кітап ол уже. Ол кітапты бұрын бір профессор өзінің ойымен жазғанда, сен сол профессордың жазғандарын көшіріп отырсың. Бірақ сенің дәптерің кітап емес қой. Сіздің жазатын конспект дәптеріңіз ол сіздің ойларыңызбен, сіздің сабақ түсінігіңізді жиналған арнайы сіздің кітабыңыз, сіздің методичкаңыз. Сол себептен конспекттерді галочка үшін емес, өзіңіз түсінуіңіз үшін жазу керек. Бұл өте үлкен студенттердің жасайтын қателігі. Және основной қателіктердің бірі вообще студенттер конспект жазбайды. Бұл тоже өте үлкен қате. Если қазір башың кезде конспект жасайтын болсаңыз, үлкен курстарға барған кезде қатты қиналасыз. Менің группаластарым қиналды, менің басқа да достарым конспект жазбай қиналды. Бұл қатені мен сіздерге жасауға ешқандай совет бермеймін. Келесі, студенттердің жасайтын қателігі тақырыпты просто жаттап кетеді. Ешқандай клиникалық мышлениясыз. Ешқандай клиникалық мышленияны құрастырусыз. Клиникалық мышленияны құрастырусыз деген қалай? Просто тақырыпты оқиды, и сол тақырыпты болды. Оның төңірегінде ешқандай заттарды іздемейді. Ол деген қалай? Мысалы үшін қараңыздар. Инфекциондық аурулардан сіздер менингит оқып жатсаңыздар, менингококкты инфекцияны оқып жатсаңыздар, менингококцемия деп айтамыз. Менингококцемияны оқып жатқан кезде пациенттің давлениесі 90-60. Значит, бірдеңе дұрыс емес. Еще менингококкты инфекцияның патогенезінде гормон факторы почему-то активтенеді екен. Бұлардың барлығы қайдан шығады деген сұрақты қойып отыру арқылы сіздерге ситуацион задачаны солай оқу керек. Пациентте может инфекцион токсикалық шок, немесе ИТШ-ді дамып жатқан шығар. Осы заттардың барлығын сіздерге білу керек, құрметті қыздар жігіттер. Сол себептен клиникалық ситуацияларды оқып жатқан кезде неге деген сұрақтарға өзіңізге жауап беріп отыру керек. Бұл өте маңызды. Если бұлай жасамайтын болсаңыздар, ертең пациент сіздің алдыңызға келген кезде, сіз ол кезде жасай алмайсыз. Себебі бұл нәрсеге сіз ешқашан дайындалмаған боласыз. Ал қазір сізде, допустим, сабақтың уақытында бұны смело жасауға былайша кезде еркіндік те бар, уақыт та бар. И қазір сізге максимально тренироваться етіп алу керек. Келесі, ең үлкен қателік экзаменге бір түнде дайындалу. Экзаменге бір түнде дайындалу деген ол медицинский университетте барлық студенттер қашып кете алмайтын проблема. Бұл проблема менде де болды, менің достарымда да болды, басқа медицина студенттерде де бар, және бұл проблема болады.
Бірақтан соңғы уақытта өзім түсінгенім, соңғы 2 жыл мен медицина университеті экзамендерге былай қатты интенсивтілікпен дайындалмаймын. Және де экзаменге 1 күн қалған кезде мен толықтай демалуға тырысамын. Не себепті? Себебі менің алған информациям барлығы лучше миыма отырған дұрыс. Ертең сабақта төпет етпейтін ше, тест тапсырып отқан немесе мұғалім алдында отырған кезде төпет етпеу үшін. Енді қараңыздар, экзаменнің алдына 1 түн қалған кезде дайындалу, сіз бүткіл тақырыпты бәрі миыңызға сыйғыза алмайсыз. Екіншіден, сіздің алған информацияларыңыз сіз демалған кезде миыңызға отырады. Және үшіншіден, сіз түнімен ұйықтамасаңыз шаршайсыз. Ал сіздің миыңыз шаршап тұратын болса, сіз не істейсіз? Тестте немесе мұғалім алдында қателесу шансыңыз өте жоғары болады. Сол себептен экзаменнің алдында түнде студенттерге дұрыстап демалып ұйықтау керек. 8-ші медик студенттердің жасайтын үлкен қателігі ол практикалық дағдыларды игнорировать ету. Көп студенттері мынандай ой баршы, практикада теорияны үйреніп аламын деген сияқты, немесе теорияны оқимын, практика керек емес деген сияқты. Екеуі бір-біріне керек, құрметті қыздар, жігіттер. Және де сіздер практикада естесіздер теориялық алған білімдердің керек еместерін шығарып тастап, қажеттерін қалдырып, өзіңізге арналған алгоритмдер осы жерде жасалады. Сол себептен практикалық білім де өте маңызды. Егер практикалық біліміңді сіз практиковаться етпейтін болсаңыз, сіз мына кітапты жазып жатқан автор сізге нені жеткізгісі келгенін сіз түсінбей қаласыз. Сол себептен практика өте маңызды. Егер де 1-2 курс студент болатын болсаңыз, больницаға просто барып, сұрап, студент едім деп сан книжкаңызды дұрыстап, дәрігерлердің жанында жүріп, осылай үйренсеңіздер болады. Практиканы көресіздер. Практиканы көргенмен теорияның білімін қосып жаттасаңыз, өте вообще басқаша не болады. Басқаша миыңызда информация қалыптасады. Басқаша миыңызда информация сақталады. Бұл былайша кезде зерттеліп қойған нәрсе, зерттеліп қойған основной нәрсе болып табылады. 9-шысы, студенттердің көбісі жасайтын қателіктердің біреуі ол бағалар маңызды деп ойлайды. Құрметті қыздар, жігіттер, бағалар сіз стипендиядан қалу үшін немесе повышкаға іліну үшін маңызды. Бірақ сіз қазір именно бағаларға уклон қойып, бағаларға акцент қоятын болсаңыз, сіздің бағаларыңыз ешқашан өспейді. Ешқашан өспейді. Себебі сізге қалай оқу керек? Сізге мен болашақта адамдардың өміріне пайдам тигізу керекпін, адамдарды тірі аман қалу үшін оқу керекпін деген секілді көзқараспен оқитын болсаңыз, сіз просто баға үшін оқыған студентке қарағанда кеңірек, ауқымдырақ оқисыз. Сіз ол тақырыпты жақсырақ түсінесіз. Сол себептен баға үшін оқымаңыздар. Баға ол жай ғана адамның сізге беретін оценкасы, сіздің мұғаліміңіздің сізге беретін оценкасы. Ол оценка, ол бағаға әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Не әсер етуі мүмкін? Просто мұғаліміңіздің настроениясы әсер етуі мүмкін, ауа райы әсер етуі мүмкін, сіздің ұйқыңыз қанған-қанбағаны әсер етуі мүмкін деген секілді көптеген факторлар бар. Бірақтан именно сіздің қалыптасқан клиникалық мышлениеңізға әсер ететін факторлар жоқ. Оған әсер ететін фактор сіз өзіңіз ғана. Если сіз оқып реально дамып жүрген болсаңыз, сіздің клиникалық мышлениеңіз мықты болады. 10-шы үлкен қателік ол медик студенттердің өзін басқалармен салыстыру. Медик студенттер өзін басқалармен салыстырған кезде құриды. Себебі мынандайда, 2 студентті алайық. Бір студент бір информацияны 2 сағатта оқып түсінеді, бір студент ол информацияны 5 сағатта оқып түсінеді. Мына 5 сағатта оқып түсінетін студент өзін 2 сағатта оқып түсінетін студентке қарағанда тупой деп ойлайды. Сөйтіп мен де 2 сағатта оқимын дейді, ана информациялардың қажеттілерін алмай кетеді, асығып оқиды, түсінбей қалатағын. Сөйтіп 5 сағат оқитын студенттің клиникалық мышлениясы бычыт болады. Бұл жерде сіздің жүріп өтетін жол емес, бұл жерде сіздің алатын результат өте қатты маңызды. Сол себептен 5 сағат оқып тақырып түсінетін болсаңыз, это нормально. Отырып 5 сағат отырып сол тақырыпты жақсылап түсініп алыңыз, чем 2 сағат отырып ол тақырыпты мүлдем түсінбегенше, немесе қате-қате түсінгенше. Сол себептен ешкімді өзіңізбен салыстырмаңыз. 11-ші медик студенттердің жасайтын үлкен қателігі ол олардың өмірінде демалыс жоқ. Медик студенттердің өмірінде демалыс жоқ болғандықтан олар басында тез выгорание түседі. Выгорание туралы бізде видеоролик бар. Мына жерден ол видеоролик шығады. Сол видеороликті көру арқылы қалай выгорание түсіп кетпеу туралы бүткіл методикаларды аласыздар. Бірақтан медицинадағы басты нәрсе не? Медицинадағы басты нәрсе қанша ұзақ уақыт выгорать етпейсің, сонша сен башықтың кезде бұл ойында ұзағырақ қаласың. Ал бұл ойында кім жеңеді? Бұл ойында максимально ұзақ жүрген адам ғана жеңе алады. 12-ші қателік ол медик студенттердің клиникалық мышлениясын дамытпауы. Медик студенттер клиникалық мышлениясын дамытпаған жағдайда ол ертең пациенттің алдында тупить етеді. Аурудың қалай дамитынын, аурудың қандай осложнениясы болуы мүмкін, ауру вообще неден басталатынын, осы заттарды білмей қалады. И башықтың кезде бұндай медик студент көп заттарды упускать етеді.
көп заттарды байқамай қалады. И бұл өте үлкен қателік. Просто мысал үшін элементарный гепатит А-да АЛТ-АС-та гепатит Б-ға қарағанда қаттырақ көтеріледі. И осының өзіне сен примерно қарап, пока ПЦР, ИФА деген секілді анализдерді алмай-ақ сен нені көре аласың? Сен уже гепатиттің примерно қай түрі екенін анықтай аласың. А бұл нені қажет етеді? Бұл просто клиникалық мышлениені қажет етеді, потому что сіздер түсініп көрсетесіздер, гепатит А-ның вирустары барады да бауырдың гепатоцелін зақымдайды. Ал гепатит Б-ның вирустары бауырдың гепатоцелінің ішінде отырып репликацияланып көбейеді. Деген секілді осындай основной моменттер шығады. Ал клиникалық мышлениені қалыптастыру бойынша біз сабақ дайындап қойдық. Ол сабақ осы жерден жоғарыдан шығатын болады. Сол сабақты көріп, өздеріңіз клиникалық мышлениені қалай қалыптастыру бойынша толық методиканы аласыздар, және ол жерде біз сіздерге арнайы методичкалар береміз. Келесі медицина студенттерінің жасайтын үлкен қателігі ол өздеріндегі үрейді, апатияны байқамайды. Менің группамдағы осындай студенттер болды, немесе таныстарым болды, өте қатты апатияға түсіп кетеді, немесе выгорать етіп кетеді, және өздері осы нәрсені байқамайды. Тек қана ойының бәрі кітапты қарап жүруші, кітапты қарап жүру, кітапты оқу деген сияқты ойлары осының төңірегінде ғана шектелгенше. Бірақтан бұл не? Бұл тоже өте үлкен қате. Бұлай жасайтын болсаңыздар, сіздер ұзақ уақытқа бармайсыздар. Бағана айтқандай, медициналық университетте ұзақ уақытта күшті результаттар жасау үшін бұл ойында сіздерге максимально ұзағырақ болу керек. Бұл бізде 13-ші қате болды. 14-ші қате медицина студенттерінің жасайтын қателігі бұл барлық нәрсені миыма как попало тығып тастайын деген. Бұл өте үлкен қате. Бұл деген қандай қате? Қараңыздар, как попало тығып тастайын деген студент ешқандай схемалар жасамайды, ешқандай алгоритмдер жасамайды, ешқандай миында визуальный бір картина пайда болмайтындығына ол не істейді? Просто бәрін миыма тығып тастайын деп ойлайды. Кітапты оқи береді, бірақтан ертесіне барып сұрасаң, миында ештеңе болмайды. Бұл жерде студенттердің жасаған үлкен қателік қандай? Ешқандай визуальный схема, алгоритмдер жасаған жоқ. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін дұрыстап конспекттер жазу керек. Конспекттерді өзіңіздің тіліңізде бағана жоғары айтқандағыдай әдемілеп, сіз түсінетіндей етіп жазу керек. Және миыңыз сол визуальный схеманы есінде сақтап қалады. 15-ші қателік студенттердің жасайтын именно мұғалім осы тақырыпты сұрайды екен-ау деп тақырыпты бөліп алу өте үлкен қате болып табылады. Жалпы медициналық университетте мүлдем тақырыптарды бөліп оқуға болмайды. Ертең пациент келген кезде сіздің, мысалы үшін, мен группамда мысалы үшін Асылжан бар деп айтайық, және мен барым. Екеуміз гепатитті ортасынан бөліп алдық. И мен гепатиттің этиологиясын, патогенезін, клиникалық симптомдарын оқып алдым да, Асылжан диагностикасы мен емін оқып алдым. Мен мынаның бәрін білем, бірақ емін Асылжан біледі. Ертең қалай ол мен пациентті диагностикалап, потом емін Асылжанға жасатқыздырмаймын ма? Если мен инфекционист болсам, басынан соңына шейін мен жүргізу керекпін. Сол себептен бұлай бөліп оқуға болмайды. Толыққанды өзіңіз фокусты қойыңыздағыны информацияларын барлығын өзіңіз білім алып оқыңыз. Ерінбеңіз. Бұл өте маңызды, құрметті қыздар. Адамның өмірі ойыншық емес. 16-ші қателік медицина студенттерінің жасайтын тек қана бір ғана источникті оқуы. Жалпы әртүрлі автор өзінің ойын әртүрлі жеткізеді. Бірақтан сіз егер бір ғана источникті оқитын болсаңыз, сіз тек қана сол автордың көзқарасымен ғана қарайсыз. Бірақтан сіз ойлаңызшы, сізге 2-3 немесе 4-5 профессор, 4-5 поколение деп айтамыз, 4-5 поколение профессорлары сізге тақырып түсіндіріп отыратын болса, и сен оның арасынан өзің таңдап алатын болсаң, допустим, маған Асылжан деген профессордың айтқан информациясы күштірек өтетін болса, мен сол информацияны алғаным дұрыс. Сол себептен бір тақырыпты алған кезде бірнеше источниктардан қарау керек. Ол YouTube каналдар болуы мүмкін, немесе курстар алуыңыз мүмкін, курстардан қарауыңызға болады, немесе басқа да бір источниктерден алып, осы информацияларды әртүрлі источниктардан қарау керек болып табылады. Бұл бізде студенттердің жасайтын 16-ші қателік. 17-ші қателік. Медицина студенттердің жасайтын ең үлкен қателігі сабақ оқып жатқан кезде эффективті сабақ оқу уақыты жоқ. Олар не істейді? Осылай бүйтіп отыратындағына, бүйтіп қарап отырып, сабақ қарап отырып, о, дейді, сообщение келді, дейді, TikTokқа кіріп кетеді. TikTokқа кіріп кетеді дағына, потом сол TikTokта отырады. 1 сағат, 2 сағат қалай кетіп қалғанын байқамайды. Сөйтті сабақ оқуға мүлдем желаниесі қалмайды. Энергиясын бәрін TikTokқа құртып жүреді. Бұл өте үлкен қате. 18-ші қате студенттердің жасайтын, ол барлық нәрсені бізге практикада үйретеді деп ойлау. Құрметті қыздар, жігіттер, мына нәрсе екен. Практикада сіздерге ешкім ештеңені үйретпейді. Ешкім ештеңені үйретпейді. Сіз практикаға барасыз, мысалы үшін бір операцияға қатысып жатсыз. Операцияға қатысып жатқан кезде сізге мынау мезентериальный қан тамырлар, мынау аппендикс, мынау тоқшек, мынау сигма тәрізді шек деген сияқты сізге ешқайсысын айтып отырмайды. Ол хирургтардың жұмысы одан да бастан асады.
Сол себепті не істеу керек? Сол себептен теорияны дұрыстап оқу керек, и потом сол теориялық білімді практикаға барған кезде сіз өзіңіз примерно түсінесіз дағыны, хирургтарға не істейсіз? Точный өзіңізге керекті, қажетті сұрақтарды қойып бастайсыз. Бұл өте маңызды. Бұл өте маңызды. Себебі сіздің қойылған дұрыс сұрағыңыз, былайша кезде дұрыс қойылған сұрақ, ол уже бір клиникалық жағдайдың немесе бір сұрақтың жартысынан 60% шешім болып табылады. Вот осылай. 19-ші студенттердің жасайтын қателігі тек қана галочка үшін немесе баға үшін оқу, бағана айтқандай, бірақ пациент үшін оқымайды. Бұл өте үлкен қате. Сіздің орныңызда қараңызшы, сіз қазір просто ради галочки оқып жүресіз дағыны, и ертең сіздің қолыңызда бір адамның өмірі болады. Если мына ситуация сізді ешқалай мотивировать етпесе, енді ойлаңыз. Сіз сияқты ради галочки оқып жүрген студентке сіздің мамаңыз түсіп қалса, қандай ситуацияда болатын едіңіз? Өте жаман, өте қорқынышты. Сол себептен, құрметті қыздар, жігіттер, басқаға жамандық тілемеймін, бірақтан қазірден бастап өзіңізді өзгертіп бастау керексіз. Өзіңіз оқып, галочка үшін емес, пациент үшін оқыңыз. Ертең мына пациенттің өмірін аман алып қалайын деген оймен оқыңыздар. Бұл өте маңызды. 20-ші студенттердің жасайтын үлкен қателігі, ол өздеріне керекті направлениені іздемейді. Ертең, допустим, резидентура мамандыққа түсем деп іздемейді дағыны, лағып жүреді. Ертең 6-7 курсқа келген кезде білмейді қайда баратыншы. Сіздерге айтатын мынандай үлкен советім бар. Больницаға барыңыз. Больницаға барып әртүрлі дәрігерлердің жанында жүріңіз. Оларға лишний көмектесетін қол артық болмайды ешқашанша. Сіз олардан көмектесем десеңіз, олар сізге көмектеседі. Сол себептен сондай кісілерден сұрап, ағай, нау қалай деген сияқты. Просто, допустим, бір күн полный гематологтың жанында отырып көріңіз, бір күн дерматологтың жанында отырып көріңіз, бір күн барыңызда хирургтың жанында отырып көріңіз. И сол кезде сіз көресіз, қайсысы сіздің жаныңызға жақынырақ екен. Вот. Дәл осы 20 қателікті медициналық университетте оқитын көп студенттер жасайды. Және бұл қателіктерді, құрметті қыздар, жігіттер, мен сіздерге жасауға ешқандай совет бермеймін. Осы қателерді жасамасаңыз, сіз былайша жетістікке уже өте үлкен прогресспен жақындай түсесіз. Енді бұл жерде айтып кететін нәрсе мынандай, құрметті қыздар, жігіттер, барлығымыз қате жасаймыз. Қате жасау ол нормально. Адамның өміріндегі қателіктер ол адамды сындыру үшін, ол адамның тупой екен, ол адамның чорт екенін көрсету үшін берілген қателіктер емес. Адамның өміріндегі қателіктер адамды шыңдау үшін, адамның профессионализмін арттыру үшін керекті қателіктер болып табылады. Егер де осы уақытқа шейін осы қателіктерді жасаған болатын болсаңыз, сізге не істеу керек? Жай ғана сол қателерді дұрыстап, алдыға қарай жүру керек, алдыға қарай даму керек. Бұл былайша кезде өте основной шаг болып табылады, құрметті қыздар, жігіттер. Видео ұнаса, құрметті қыздар, жігіттер, осы видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және осы видеода біз сіздерге күшті сыйлық жазып қойдық. Ол сыйлық қалай медициналық университетте күшті, эффективті оқуға арналған 6 методика туралы жазып қойған болатынбыз. Ол алгоритмдерді алу үшін, ол сабақты алу үшін осы видеодан өзіңізге ұнаған моментін запись экранын жасап алып, өзіңіздің сториске салып, бізді отметь етсеңіз жеткілікті, сізге видео сабақты жіберетін боламыз. Осымен видеоролигіміз өзінің соңына жетті. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп, Алла қаласа мықты дәрігер болыңыздар. Қазақстанға мықты дәрігерлер керек.